адамды теріс негативті мысалмен үлгімен тәрбиелеген ешқандай әсер бермейді. Оған куә, оған дәлел психологиялық эксперимент айтып берейін. Жол апатын жасаған жүргізушілер, сол жол апаты салдарынан қаза болған, ажал құшқан адамдардың ата-аналары жиналып үлкен сондай көрме жасаған екен, что қаншалықты адамдарға қиын, өлген адамдардың машиналарда, мыжырылып жатырған машиналар, қанның іздері, там адамдар жатқан, өлген адамдар, тағы сондай самый ужасный фотолардан көрме жасап, олардың мақсаты сол абақтыдағы виноватый жазасын өтеп жатқан адамдар сол көрмені көріп, жанашырлық танытып, сол аналарға қаншалықты қиын екенін көрсету, жақын адамнан айырылып қалу қаншалықты қиын, ол адамдар қандай кінәлі екенін, қандай кінәсін толық мойындасын, немесе кінәсін толық қанды сезінсін деген мақсатта жүргізілген. Кейін сол адамдардан сол көрме туралы сұхбат алған кезде ешқандай жанашырлық танытпағанын, қайта өздеріне сондай агрессия басында туындағанын, жынданғанын, сол көрмені жасаған қаза болған адамдардың жақындарына ашуы келгенін сөйтіп айтып өткен екен. Яғни ол жанашырлық танытамыз деген мақсат жүзеге аспаған екен. Өйткені ол адамдар сірә өздері сол жазаны сезініп, өздері ауыр халде жүргендіктен, абақтыда жүргендіктен оны ары қарай жүректерін жұмсартамын деген мақсат орындалмаған екен. Өйткені итакта кінәлі болып жүрген, итакта қиналып жүрген адамдарға ол двойной, тройной стресс болған екен. Сондықтан негативті мысалмен қара, қаншалықты қиын бала тәрбиесінде, мен қаншалықты қиналып жатырмын, сен болсаң сезінбейсің, сен білмейсің, көрмейсің, қалай қиналып жүргенімізді, немесе қалай қиналып ақша тауып жатқанымызды, немесе қалай қиналып сіздерді адам қылып аяққа тұрғызып жатқанымызды, біз еңбектеніп жүгіріп жүргенде сен болсаң жаның ашымайды, тағы дегенмен біз жақсы жағына жанашырлыққа шақырғымыз келеді, бірақ ол контрастный кері әсерін тигізеді екен. Сондықтан тек қана жағымды, дұрыс мысалдармен тәрбиелеу маңызды.